Тәуелсіздікке тарту еліміздің төл мерекесі қарсаңында Оралда 180 пәтерлік 9 қабатты тұрғын үй пайдалануға берілді. Қаланың оңтүстік батыс бөлігінде орналасқан баспана Нұрлы жер бағдарламасының табысты жүзеге асуының жемісі. Жылдар бойы армандап күткен пәтер кілттері қолына тиген жандар зор қуанышқа кенелді. Жалпы жыл санап еліміздің әр аймағында тұрғын үй құрылысы жанданып келеді. Биыл Нұрлы жер бағдарламасының өңірде орындалуына 17,2 миллиард теңге қаржы бөлінген. Қазір облыс орталығында 26 көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы жүруде. Елбасы биылғы жолдауда білім беру саласына да ерекше екпін бергені белгілі. Әсіресе 3 ауысымдық мектептерді азайтуды жүктеді. Өңірде мұндай 5 білім ошағы бар. Бүгін Сарытау шағын ауданында бой көтерген 900 орындық мектеп тапсырылып, түйткілдің түйіні тарқай түскендей болды. Қос нысанның ашылу салтанатына облыс әкімі Алтай Көлгінов қатысып, тұрғындардың қуанышымен бөлісті. Облыс бойынша баспана кезегіне 24 мың отбасы тіркелген. Қалада құрылысы басталған 26 көп қабатты тұрғын үйдің биыл 6-ауын тапсыру көзделген еді. Жоба кестеге сай жүзеге асуда. Тәуелсіздік күні қарсаңында Зашаған кентінде 180 пәтерлік 9 қабатты ғимарат тапсырылды. Құрылысқа Нұрлы жер бағдарламасы аясында республикалық және облыстық бюджеттен 1,4 миллиард теңге жұмсалған. Мына жерді көріңіздер, 7 жыл бұрын мына жерде дым болған жоқ. Қазір үлкен қала пайда болды. Осыдан мынау алыс емес жер, мынау Ақжайық шағын аудан. Ол 500 гектар жерде 150-ден астам үй салынады. Бұл да тәуелсіздіктің нәтижесі. Ол үйлер қашан болады деп айттыңыздар. Міне мынан бәрі қала болды. Мынау Ақжайық микрорайонында инженерлік желілердің бәрін тартып қойдық. Жазда 15 үйдің құрылысын бастаймыз. Ол мемлекеттік бағдарламамен. Жеке инвесторлар өз қаражатына сол жерде сіздерге үй салып берем дейді. Сонда 4-5 жылдың ішінде ол жерде үлкен қалашық пайда болады. Біздің Орал шаһарымыз жылдан жылға дамып келеді. Қазақ елінің қастерлі мерекесінде баспанаға ие болған жандардың бірі Қалампыр Кенжеғалиева. Ол көпбалалы ана ретінде тұрғын үй кезегіне осыдан 16 жыл бұрын тіркелген. Бүгін мемлекеттік бағдарламаның игілігін көріп, сыры кетпеген жаңа пәтерге ие болды. Елбасына, әкімшілікке барлығына көп рахметімді айтамын. Мен енді осы көпбалалы ана ретінде бұдан 16 жыл бұрын тұрған болатынмын. Сол арманыма бүгін енді қолымыз жетіп жатыр, өте қуаныштымыз. Жаңа көп қабатты тұрғын үйдің ашылу салтанатына қатысқан аймақ басшысы отбасыларды қоныс тойымен құттықтады. Осыдан 16 жыл бұрын мұндай бағдарламалар болған жоқ. Қазір осы мемлекеттің дамуымыздың арқасында президентіміздің қабылдап отқан бағдарламалардың нәтижесі осы. Сондықтан кезек алған жеткен қуаныштарыңыз, шаңырақ баспаналарыңыз құтты болсын. 180 пәтер үй кезегіне тіркелген азаматтарға, атап айтқанда көп балалы отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі жандарға, мемлекеттік қызметкерлерге және тағы да басқа 13 санат бойынша табыс етілді. Жылдың соңына дейін тағы да 2 үй тапсырылатын болады. Ол апатты күйде тұрған үйлерді бұзып, оны жаңа 2 тұрғын үй салынған болатын. Гагарина 1 көшесі, Құрбанға 198. Ол жерде 2-9 қабатты үйдің құрылысы аяқталды. Дәл осы күні Оралда жаңа білім ошағы ашылды. Мемлекет басшысы кезекті жолдауында үкіметке 3 ауысымдағы және апатты жағдайдағы мектептер мәселесін шешуді жүктеген еді. Сарытау шағын ауданында бой көтерген нөмірі 50-ші мектеп облыстағы аталмыш түйткілдің түйінін тарқатуға сеп болды. Зашаған кентіндегі 3 ауысымды нөмірі 10-ші және нөмірі 47-ші білім ошақтарынан 1100 оқушы жаңа мектепке ауыстырылды. Елбасымыздың біздің алдымызға қойған міндет 3 ауысымды мектептердің мәселесін шешу жөніндегі жұмыстың нәтижесі осы. Енді алдағы уақытта біздегі апатты жағдайдағы мектептер бар. Оған бүкіл құжаттамалар дайын. Президентіміз осы келесі жылы ұстаздардың мәртебесі жөнінде заң қабылдауды тапсырды. Ол жұмыс басталып кетті. Сонда біздің ұстаздарымыздың мәртебесі жоғары болсын деген елбасының ойы. Мектептерімізде ұстаздарымыздың біліктілігі артылса, олардың тиісті жалақылардың барлық көтерілуде, материалдық техникалық қамтамасыз етілуде, цифрландыру заманда компьютер, интернет барлығы бар. Сонда біздің балаларымыз білімді болады. Мектептің материалдық техникалық базасы кеңінен жасақталған. Лабораториясымен бірге 2 физика және химия кабинеті, мультимедиалық сыныптар, акт зал және 2 спорт залы бар. Білім ошағында әзірге 56 педагог қызмет атқарады. Қазіргі таңда біз 1100 баланы қабылдап отырмыз. 2 ауысымда оқимыз. Бұл әрине осы Сарытау тұрғындарының халқының балалары. 56 педагог жұмыс жасап жатыр. 9 жоғары санатты, 22-сі бірінші санатты. Алдағы уақытта осы оқушыларымызбен, осы мектепте жаңа қадаммен, жақсылықтармен бастаймыз деген ойдамыз. Материалдық техникалық жағы өте жақсы, қолайлы мұғалімдерге.
Облыста білім беру нысандарын жаңғырту және салу жұмыстары келер жылы да қарқын алады. Мәселен, Ақжайық ауданында 300 орындық, ал Қазталов ауданында 600 орындық жаңа мектептер бой көтереді. Еркебұлан Смадияров, Ербол Меңдіғалиев, Қайырбек Ерболатұлы, Айдос Кесимов, Ақжайық телеарнасы.